Заман ағымына сай біліммен қаруланған, ой өрісі жоғары, зерделі жан-жақты дамыған маман даярлау бүгінгі уақыт талабы. Кеше ғана көк туын желбіретіп шаңырақ көтерген егемен елімізді өркениетке жетелейтін білім бастауында мектеп тұратын болса, ал сол мектепте жас ұрпақ бойына білім негізін мәңгілік іргетасын қалаушы ұстаз тұрмақ. Мұғалімдер қоғамның ең білімді, ең отаншыл, білгілеріңіз келсе ең сынампаз бөлігі болып табылады деп елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бекер айтпаса керек. Сондықтан да бүгінгі таңда тәуелсіз еліміздің білікті маман, өз ісінің шебері қажет. Көрнекті ағартушы педагог Ыбырай Алтынсарин жақсы мұғалім мектептің жүрегі дегендей, жүрексіз өмір болмаса, мұғалімсіз білімнің, тәрбиенің іспе аспайтыны белгілі. Ал мектеп жүрегінің үздіксіз дүрсіл қағып, оқу үдерісін жетілдіріп отыратын маман, яғни мұғалім дайындау іс жоғары оқу орындарының жүктеледі. Мұғалімдік жолды қиыншылығы мен қызығы бар жүретін дара жол десек, ал мұғалім даярлау ісі асқан жауапкершілік пен шеберлікті білім мен білікті талап етеді. Осындай ауыр жүкті арқалаған Нұржан Сапарханұлы Мырзашөлдің төрінде Жетісай қаласында орналасқан Сырдария университетінде біраз жылдан бері шәкірттерге тәлімді, тәрбие мен сапалы білім беріп келеді. 1988 жылы шілде айының 24 жұлдызында мұғалім отбасында дүниеге келген. Ол 2005 жылы Шоханов Әлиханов атындағы номері 4 жалпы орта мектебін бітіріп, Сырдария университетінің бейнелеу өнері және сызу мамандығына мемлекеттік грантпен оқуға түсіп, оны үздік дипломмен бітіріп шығады. Студент кезінде ғылыми зерттеу жұмыстарымен айналыса жүріп, жас ғалым 2009 студенттік ғылыми тәжірибелік конференциясында жүлделі бірінші орынға ие болады. Университет басшылығына өзінің жауапкершілік белсенділігі, білімі іскерлігі менен көзге түсіп, қоғамдық іс-шаралардың бел ортасында жүріп, бітіруші курсында тәрбие істері жөніндегі проректордың көмекші қызметін атқарған. Асыл армандар мен межелі мақсаттарды алдына қойып, 2010 жылы Шымкент қаласындағы Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетіне магистратураға түсіп, онда өзінің белсенділігімен және ізденімпаздылығымен көзге түсіп, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 20 жылдығында оқудағы, білімдегі ғылыми зерттеу жұмыстарындағы ізденістер мен қоғамдық жұмыстардағы белсенділігіменен үздік магистрант атанып, ректор сыйлығымен марапатталды. Тәуелсіздігіміздің 20 жылдығына арналған жастар студенттер және жас кәсіпкерлер арасындағы самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қорының инновациялық Қазақстан Республикалық байқауының өзінің ғылыми жобасымен қатысып, бағын сынады. Ресейдің Омбы қаласында орналасқан Омбы мемлекеттік педагогикалық университетінде ғылыми зерттеу жұмыстары бойынша тағылымдамадан өтіп, профессор, педагогика ғылымдарының докторы Әмірғазин Қайыртай Жақыпұлының жетекшілігіменен бірталай ғылыми еңбектерге талдау жасап, ғылыми ізденіс жолын одан әрі жетілдіре түсті. 2012 жылы педагогика ғылымдарының магистрі, академиялық дәрежесімен үздік бітіріп шығып, педагогикалық қызметін өзінің білім алған оқу ордасы Сырдария университетінен бастайды. Алғашқы жылдарынан ақ студенттерге жетекшілік жасап, ғылыми тәжірибелік конференцияларға қатыстырып, мақалалар жариялайды. Ғылыммен қатар тәрбие жұмыстарын қоса алып жүрген Нұржан Сапарханұлы университет деңгейінде өткізіліп жүрген мерекелік іс-шаралардың сценарийлерін жазып, ұйымдастырушы да бола білді. Қызметтегі белсенділігінің арқасында 2012 жылы университеттің жас ғалымдар кеңесінің төрағасы болып, 2013 жылы гуманитарлық білім факультетінің декан орынбасары қызметтеріне көтеріледі. Студенттерге республикалық пәндік олимпиадалар мен сайыстарда жетекшілік жасап, жүлделі орындармен оралған. Атап айтқанда 2013 жылы Тараз қаласында өткен бірінші республикалық бауыржан оқуларында жүлделі 3-ші орынды иеленсе, 2014 жылы өзге ұлттық өкілдерінің арасында өткен 2-ші республикалық бауыржан оқулары байқауында жүлделі 1-ші орынды иеленді. 2013 жылы өткен бейнелеу өнері және сызу пәндерінің 5-ші республикалық пәндік олимпиадасында үздік команда дайындаған үшін Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының ректорының алғыс хатымен марапатталса, білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кез атты студенттер арасында облыстық пікірсайыс турниріне студенттерді дайындап, ақиқат фракциясын жүлделі 3-ші орынға алып шықты. Ал бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі пәнінен дәріс оқып, практикалық сабақтарда студенттерге бейнелеу өнерінің қыр-сырларымен таныстырып, заңдылықтарын үйретіп, көркем сурет шығармаларға баулиды.
Үстіміздегі жылдың 6-7 сәуір күндері бейнелеу өнерінің бегі Бастауышта атты мектептің бастауыш сынып оқушылары мен пән мұғалімдерінің және университеттердің бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығының болашақ педагогтар арасындағы халықаралық деңгейдегі Ресей мемлекеті және Мақтаарал ауданының білім бөлімімен бірлескен пәндік көрме олимпиадасын ойдағыдай ұйымдастырып, өзінің тағы бір қырынан көрсете білді. Қазіргі уақыттағы білім беру қызметкерлерінің алдында тұрған басты мақсат еліміздегі білім беру сапасын халықаралық деңгейге көтеру болса, бұл мәселеде Нұржан Сапарханұлының назарына тыс қалған жоқ. 2013 жылы Германия Федеративтік Республикасының Дюссельдорф қаласында орналасқан менеджмент және технология халықаралық академиясының Қазақстан жоғарғы оқу орнының профессор оқытушыларына арналған Германия жоғарғы оқу орындарындағы инновациялық әдістер мен оқыту технологиясы тақырыбында біліктілігін жоғарылатты. Германияның Дюссельдорф, Хаген, Дортмунд, Дюйсбург қалаларында орналасқан білім ордаларындағы профессорлардың дәрістерін тыңдаған болса, Люксембург, Бельгия, Нидерланд мемлекеттерінде туристік сапарда болып, Еуропа елдерінің мәдениетімен де таныс болған. Сонымен қатар 2015 жылы Назарбаев зияткерлік мектебінің педагогикалық шеберлік орталығы әлемге әйгілі Англияның Кембридж университетімен бірге отырып, Қазақстан Республикасы педагогика қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың деңгейлі бағдарламасына қатысып, Кембридждің бірқатар ғалымдарының дәрістерін тыңдады. Ғылыми зерттеу жұмыстары бойынша 20-дан аса ғылыми мақаланың авторы, сондай-ақ студенттерге жетекшілік жасап, 6-дан аса ғылыми мақалаларды студенттердің халықаралық және республикалық университетшілік ғылыми конференцияларының жинақтарында жарық көрген. 2014 жылы Мақтаарал ауданының өңірлік жастар сыйлығы байқауына қатысып, үздік жас оқытушы номинациясын жеңіп алды. Кәсіптік тәжірибе кез келген болашақ маманның білікті кадр болып қалыптасуына негіз болары анық. Бүгінде университеттің кәсіптік іс тәжірибе жетекші қызметін атқарып келе жатқан Нұржан Сапарханұлы мектептермен тығыз қарым-қатынас орнатып, университет пен мектеп арасындағы маман даярлау үдерісін одан әрі жетілдіруге өз үлесін қосып келеді. Нұржан Сапарханұлы жоғары оқу орындарында педагогикалық мамандықтарға оқытылатын барлық пәндердегі білімдер жүйесі нәтижеге бағыттай отырып, ұлттық және адамзаттық құндылықтарды болашақ мамандардың бойына сіңіре білуіміз тиіс деп есептейді. Бос уақытында көркем және ғылыми кітаптар оқып, спорттың кейбір түрлерімен айналысады. Өлең жазу мен сурет салу оның сүйікті шығармашылық жұмыстары. Осылайша көп іздену, ғылыми жұмыстармен тыңғылықты айналысу және студент жастарға өз саласы бойынша сапалы білім беріп келе жатқан Нұржан Сапарханұлы жарқын болашағымыздың білікті мамандарын даярлау ісіне өзінің сүбелі үлесін қосып жүрген жаңашыл маман ретінде танылып, білім берудің сара жолын сала білді.